Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге тартылған ет қосылған өте ерекше фунчоза салатының рецептімен бөлісемін. Барлық керек ингредиент описаниеда жазылған. Алдымен тәтті бұрышымызды ұзыншалап етіп, ұсақтап, турап дайындап аламыз. Енді сәбізді де теркадан өткізіп, оны да дайындап қоямыз. Енді қиярымызды видеода көргендеріңіздей қиғашынан турап, одан кейін оны ұзыншалап турап, оны да бір ыдысқа салып дайындап қойыңыз. Одан кейін сарымсақты ұсақ теркадан өткізіп, немесе сарымсақ қысқышпен езіп аламыз. Ал енді фунчозамызды пісіріп алайық. Мен осындай дайын ішінде приправасы бар чим-чим деген фунчоза алдым. Сіз өзіңіз қалағанын қоссаңыз болады. Фунчозаны ыдысқа салып, оның бетін толықтай жабатындай етіп, қайнап тұрған ыстық су құйып, 5-7 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Оған дейін ет пен көкөністерімізді пісіріп алайық. Табаға аз ғана май құйып, оған сарымсақты салып қуырып аламыз. Өте ұзақ қуырсаңыз, сарымсағыңыз тез қарайып, күйіп, иісі шығып кетеді. Сондықтан қарап тұрып, аз ғана шамалы қуырып, оның үстіне тартылған етімізді саламыз. Етті де жақсылап араластырып, толықтай пісіріп аламыз. Кішкене суы шыға бастаған кезде, оған соя соусын қосып, араластырып, толықтай пісіріп аламыз. Дайын болған еттің үстіне тәтті бұрышымызды қосып, бұрышымызды жұмсарғанша дейін араластырып қуырамыз. Енді осы дайын болған етіміз бен бұрышымызды ыдысқа салып қоямыз. Дәл осы табаға тағы да кішкене аз ғана май құйып, оған сәбізімізді салып, сәбізі жұмсарғанша дейін қуырамыз. Оттың астын басып қойыңыз, себебі сәбіз күйіп кетуі мүмкін. Енді дайын болған сәбізді де ет пен бұрыштың үстіне қосамыз. Ал енді пісіп тұрған біздің фунчозамызды салқын сумен шайып, оны дәл осылай қоссаңыз да болады. Мен осындай қайшымен 3-4 бөлікке қиып қосамын. Сонда ол араластырғанда да, жегенде де өте ыңғайлы болады. Енді осының үстіне соя соусын және фунчозаға арналған чим-чим приправасын қосамыз. Енді осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Толығымен араластырғаннан кейін барып қана қиярды қосыңыз. Себебі қиярды басында қосатын болсаңыз, араластырған кезде ол езіліп, суы шығып, әдемі болмайды. Сондықтан соңғы жағында қосып, шамалы ғана 1-2 рет араластырып қоясыз. Фунчоза толықтай суығаннан кейін барып дастарханға қойыңыз. Дастарханға ұсынар алдында бетіне кунжут сепсеңіз өте әдемі көрінеді. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Рахмет!